Міне 20 жыл болды білім, осы жерде білім саласында жүрмін. Оқуға келген студент оқымайды ғой. Шын айтамын. Кітап оқымайсың. Мен осыдан 10 жылдан астам бұрын Құран ілімдері дейтін кітап жаздым. Қазір, Аллахи биллахи, осы жерде отқан 99% сол кітапты оққан жоқ. 5-6 бет емес, толық. Оқыдыңдар ма? Толық бастан аяқ оққан адам қол көтерсінші, сыйлығым бар. Толық бастан аяқ. Мұсылмансыңдар ғой, Алланың алдында өтірік айтпаңдар. Қол көтеріңдер. Ұстаздарға исключение, сіздер көтермей ақ қойыңдар. Білесіңдер ме, қазақ тілінде кітап почти жоқ. 10 жыл бұрын мен көз майым тауысып, денсаулығымды беріп, мен мақтанбаймын, бірақ солай айтуға тура келіп тұр. Жаздым соны. Осылар оқысын іште, бір оқымайды. Ана бір психологтардың, ананың ішінде жоқ емес нәрсе жоқ ол кітаптың ішінде. Мен бүкіл анау тарихтағы Заркаши, Итқани, Ибн Хажар бүкілінен сүзіп әкеліп, қаймаған алып бердім да сол жерде. Ол жерде тәпсірге қатысты өте көп бет арнадым. Тәпсірдің түрлері, Құран аудармасына қатысты көп материал бердім. Мына кітапты несіне келіп өсіңдер, оқымайсыңдар ғой. Ақшаларын шығын. Өкінішті. Ислам әлемі, жаңа неге айттым, Жәбірді айттым. Сахабаларды бір аят үшін, бір хадис үшін айлап жылдап білім алуға жолға шықты. Сен үйіңнің қасындағы мешітте білім беріп жатса бара алмайсың. Оқымайсың. Елдің өркениеттілігі, біз умматул иқра деп мақтанамыз. Оқы деген бірінші аят түскенде осы уағызды өлтіреміз бе? Ең бірінші аят оқы, бірақ оқымаймыз. Бәріміз оқымаймыз. Шын айтамын. Кейбір қазақтар бар, өмір кітаптың бетін ашып көрмеген ғой. Шын айтамын. Өкінішті. Сондықтан жасандылықты қою керек. Кітап сатып алып, оны ойбай, шаралар. Кітап сөресі де жоқ қой үйлерінде. Телевизорлерің үлкен кітап полкысынан. Кімнің кітап полкысынан телевизор үлкен болса, оның сөзі алынбайды. Оның сөзін тыңдамаңдар. Маған да қатысы бар ол. Қазір оқымаймыз. Бауырлар, оқымаймыз. Оқы деген үммет біз. Оқымаймыз. Оқығандар оқыған түсінбейді. Түсінгендер онымен амал етпейді. Қысқасы солай.